Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қысқа арнап помидорды тұздайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Мінекей барлық заттарымызды осылай дайындап алдым. Содан соң банкамыз бен қақпағымызды 5 минуттай парлап аламыз. Мінекей барлық банкаларымыз дайын болды. Енді қажет заттарды ізбелес саламыз. Мен 3 литрлік банкаға салып жатырмын. Осы қажет заттардың бәрін описаниеге жазып қалдырамын. Сол бойынша жасаңыздар. Мен болгар бұрышы мен полуборки бұрышын да салдым. Помидорларымыз үлкенде, кішіде болмау қажет, орташа болу керек. Осылай жайғастырыңыздар. Осы ащы бұрышымызды ортасынан кесіп, осылай саламыз. Енді үстіне сақырлап қайнап тұрған суды осылай құйып, бетін жауып қоямыз. Осылай барлық банкамызға құйып, 15 минутқа қалдырыңыздар. Мен осы кезде лечо салатын да жасап жатырмын. Рецепт қажет болса, комментарийға қажет деп жаза кетіңіздер. Келесіде бөлсемін. Сондай керемет әдемі болып шығады. Мінекей 15 минут өтті, енді суын төгіп тастаймыз. Бірінші суын төккеннен кейін бұны қайнатып, үстіне қайта құюдың қажеті жоқ. Енді банкаларымыздың үстіне қара бұрыш, тұз, қантымызды саламыз. Тұз бен қанттың мөлшерін де описаниеге жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді қайнап тұрған суымызды осылай үстіне құямыз. Енді осындай 70% уксустан бір ас қасық құямыз. Қақпағын жауып, арнайы банка жапқышпен жауып тастаймыз. Мінекей біздің оңай жасалатын помидорларымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Осылай банкаларымыздың бетін жауып, бір күнге қалдырамыз. Назарларыңызға рахмет.